2023 жылға арналған көрсеткіштер. Айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге. Минималды жалақы 70 000 теңге. Минималды зейнетақы 53 076 теңге. Минималды мемлекеттік базалық зейнетақы 21 907 теңге. Күнкөріс минимумы 40 567 теңге болып бекітілді. Жеңілдетілген жеке кәсіпкерлер қосымша құн салығына тіркелу шегі 20 000 айлық есептік көрсеткіш. Яғни, сіздің жылдық табысыңыз 69 миллион теңгеден асатын болса, сіз ККС-қа тіркелу міндетті болады. Пандемия кезінде кіші бизнестерді тексеруге мораторий жарияланды 20, 21, 22 жылдарға. Жақсы жаңалық, осы мораторий тағы да 1 жылға созылды. Сәйкесінше 2024 жылдан бастап салық органы кіші бизнестерді жаппай тексеруді бастайды. Сол себепті босаңсуды доғарып, бухгалтерияңызды ретке келтіріп, дайындықты бастайтын кезең басталды. Қыс қамын жаз ойла демекші, қазірден бастап дайындықты бастаған жөн. Менің курсымды 20 000 теңгеге сатып алатын болсаңыз, ЖК және ЖШС бухгалтериясын жүргізуге жетерлік базалық білім бар. Білім алыңыз да өз есебіңізді өзіңіз жүргізіңіз.